Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Қанша айдан бері арнада бір себептерге байланысты бола алмадым. Алла қаласа жаңа ақпараттармен бөлісуге ниеттімін. Осында қалып және тіркелген жаңа оқырмандарға алғысым шексіз. Аллах тағала барлықтарыңыздың отбасыларыңызға қуаныш, береке, сыйластық, шаттық әкеле берсін. Табыстарыңыз сондай қайырлы бола берсін деп тілеймін. Дендеріңіз сау болсын. Бүгінгі тақырып мәуліт айы және мәуліт дегеніміз не? Және де мәуліт айы биыл 24-ші жылы қай күнге түсіп тұр, сол жайлы ақпарат айтатын боламын. Каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікір білдіре отырыңыз. Мәуліт араб сөзі қазақша туған күн деген мағына береді. Бұл атауды Аллах тағаланың ең сүйікті пендесі әрі сардары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келуінің құрметіне ол айға осы атау берілген. Мәуліттің тойлануына ислам ғұламалары жоғары баға берген. Имам Науауи жыл сайын пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам туылған күніне сәйкес келетін осы күндерде істелетін садақалар, амру маруф және адамдар бойынан көрінетін көркем мінезділік пен қуанышты істер осы заманымыздың ең жақсы жаңалығы деген. Мұсылмандар бір істі жақсы деп санаса, ол іс Алланың алдында да жақсы, себебі хадис шарифте мұсылмандар жақсы көрген іс Алла тағала алдында да жақсы болады делінген. Имам Ахмад риуаятында. Жүнайд Бағди кімде-кім пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мәулітіне қатысып, оны ұлықтаса, ол шынында да иманды деген. Хасан аль-Басри менің Ухуд тауындай алтыным болса, оны пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мәулітін оқытуға жұмсаған болар едім деген. Жалалуддин ас-Суюти бір үйде немесе мешітте пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мәуліті оқылса, сол үйдің немесе мешіттің адамдарын періштелер қоршап алады. Олардың барлығына Аллах тағаланың рахметі жауады және үйінен нұрмен оралады, себебі періштелер пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам мәуліт оқығаны үшін ол адамға салауат айтып тұрады дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам өз ата-анамызды танып құрметтегендей сүю ләзім. Өйткені хадис шарифте сіздердің ешқайсыларыңыз мені өз ата-анасынан, балаларынан және барлық адамдардан артық көрмейінше иман келтіре алмайсыздар деген. Ол Құрайш тайпасынан, оның ішіндегі Бани Хашим әулетінен шыққан. Туылған жері дініміз үшін ең қасиетті де құрметті адамзаттың тұңғыш атасы Адам алейхиссалам мен Хауа анамыз жер бетіне түскен соң ұзақ жылдардан кейін сағыныса жолығып мекендеген Аллах тағаланың нұры жауып тұратын Мекке қаласы. Әкесінің аты Абдуллах, оның әкесі Абдумуталиб, оның әкесі Хашим, оның әкесі Абдулманап, анасының есімі Әмина. Ана құрсағында 6 айлық болғанда Құдайдың досы соңғы пайғамбарға жүкті болдың. Бұл бала туылғанда есімі Мұхаммед болсын деп Әминаға аян етіледі. Пайғамбарымыз туылғанда үстінен жұпар иіс аңқып тұрды. Келінінің нұрлы пір перзент көргендігін естіп атасы Абдумуталиб үлкен той жасады. Құрайш руының ұлықтарын шақырды. Сүйікті немереңе қандай ат қойдың дегенде Мұхаммед деп ат қойдым дейді. Олар ата-бабаларымыздың арасында мұндай есімді адам болмаған, бұл атты қоюдағы мақсаты не деп сұрайды. Сонда Абдумуталиб мен немеремді аспанда хақ тағала, жерде халық көп мақтайды деп үміттенемін деп жауап береді. Мұхаммед сөзінің түбірі мақтау, ризашылық дегенді білдіреді. Осы сөзден мақтау, мадақ, Аллаға шүкір, мақтаулы, ең мақтаулы деген сөздер туындайды. Сөйтіп пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам 3 аты бар: Мұхаммед, Ахмед, Махмуд, Мұстафа. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қыр мұрынды, сақалы үлкен және қалың дөңгелек жүзді, қызыл шырайлы жүзіне нұр тамып тұратын. Жүргенде жеңіл адымдап тез-тез жүретін, сырттан қарағанда жай жүріп бара жатқандай көрінетін. Бос сөз сөйлемейтін, әрбір сөзі хикмет және насихат еді. Жылы жүзді, сөзі тәтті, ешкімге жаман сөйлемейтін, туған туыстарын құрмет тұтатын, үй ішімен сахабалармен жақсы қарым-қатынаста болатын. Өте жомарт, қолы ашық және уәдесіне берік еді. Жаратылысы да, мінезі де әдемі, адамдардың ең кәмілі, теңдессіз еді. Міне, бұл діни рухани мерекесінің тарихнамасына қысқаша тоқталып өттік. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам салауат айтудың артықшылығы жөнінде хадис шарифте қиямет күні маған ең жақын адам маған ең көп салауат айтқаны. Имам Термизи қасында менің атым аталып маған салауат айтпаған адам анық сараң,
Имам Тирмизи. Бұл айда атап өткізудің негізгі мақсат Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам іс-әрекеттерін насихаттау, салауаттар айту, жастарға имандылық қағидаттарын түсіндіру, оларды отансүйгіштікке, бауырмалдыққа, адамгершілікке, ата-ананы құрметтеуге және түрлі теріс қылықтардан сақтануға шақыру. Ал қасиетті Мәуліт мерекесі биыл 4 қыркүйектен 15 қыркүйекке сәйкес келеді. Мәуліт мерекесі кіргенде ғибадаттарымызды арттырып, Алланың разылығына бөленуге мүмкіндік зор. Алла тағала елімізге, жерімізге берекетін жаудырып, халқымыздың кең пейілі мен ізгі ниетіне сай бірлік берсін, екі дүниеде де жүзімізді жарқын, дұғамызды қабыл еткей.